Коланы ішуге бола ма? Кола қаншалықты зиян және қандай ауру тудырады? Осы сұрақтардың жауабын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Сәлем, құрметті алтындарым. Видеоны бастамас бұрын каналыма тіркеліп алыңыз. Егер тіркелмеген болсаңыз, лайк басыңыз және ақпарат пайдалы болатынына сенімдімін. Сондықтан да пайдалы ақпаратпен достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Кока-коланың неден жасалатынын білесіздер ме? Кока-кола зияны қандай? Оның 90% газдалған су, шекер, фосфор қышқылы, кофеин және де құпия қоспадан тұрады екен. Оның нақты химиялық құрамын әлемде 10 адам біледі екен. Сусын шығаратын компанияның өкілдері. Сусынның зиянды компоненттері: көмір қышқыл газын адамның асқазан шек жолдарын зақымдайды екен. Өңеш пен асқазан арасындағы клапанның жұмысын нашарлатып, қабындырып, қыжыл тудырады екен. Өт пен бауыр қызметінің бұзылуына әкеліп соғады екен. Кока-коланың 200 граммында шамамен 5 шай қасық шекер бар екен. 5 шай қасық. Ол деген өте көп. Артық шекер салмақтың артуына, тері безеу және тіс ауруына себеп болады екен. Артық фосфорлық қышқыл адам ағзасына кальций тапшылығына әкеліп соқтыруы мүмкін. Остеопороз, сүйек сынғыш ауруларына шалдықтырады. Зерттеу нәтижесінде фосфор адамның қанның құрамында кальций тұзын көбейтіп, бүйректе тас пайда болуына әкеліп соғатынын дәлелдеген. Құрамындағы кофеин ұйқыны бұзады. Кешке жақын 2 стакан кола ішкен бала әрине ұйықтайды екен. Ең қауіптісі, адам кофеинге дағдыланып кетуі мүмкін. Өйткені оның әсері наркотикалық заттарға ұқсас келеді екен. Жарнама бізді қаншалықты сендіруге тырысса да, Кока-кола шөлді мүлдем қандырмайды. Газдалған сусындардың құрамында қант алмастырғыш заттар жасанды түрде шөлдетіп, адамды қайта-қайта ішуге итермелейді екен. Көп мөлшері жүйкенің бұзылуына, күйзеліске және ақыл-естің дамуына кері ықпал тигізеді. Егер көп мөлшерде ішсеңіз, натрий бензоат қоспасы май мен крахмалды ыдырататын ферменттердің белсенділігін төмендетіп, семіздік ауруына шалдықтырады екен. Коланы көп ішсеңіздер семіресіздер. Кока-коланы көп ішкен еркектердің белсіздік, ұрықсыздық кеселіне шалдығу қаупі бар. Даниялық зерттеуші топтың қолында бар деректер бойынша кола ішетін еркектердің спермасының мөлшері кола ішпейтін еркектердің спермасының мөлшеріне қарағанда 30%-ға аз болады екен. Кока-коланың құрамында ортофосфор қышқылы адам ағзасындағы кальций тапшылығына әкелуі мүмкін екен. Коланы көп ішсеңіздер, бүйректе тас пайда болуына әкеліп соғады екен. Америкалық денсаулық сақтау органдары Кока-коланы рак ауруына туғызуға тікелей септігін тигізетінін анықтап отыр. Сусын құрамындағы карамельдің шын мәнінде қоңыр қызыл консервогендердің қосындысы екені анық болды. Кола өндірушілердің карамель деп жүргені үй жағдайында қантты ерітуден алынатын тәтті емес болып шықты. Кока-колалық карамель аммиак, сульфид және шекерді реакциялау барысында пайда болатын адам ағзасына зияны орасан сұйық. Бұл қосынды бауыр мен қалқанша безінің рагын тудыруы мүмкін. Ендеше құрметті достар, Кока-коланың орнына су көп ішіңіз. Жеміс шырынын, компот, айран, сүт өнімдерін ішіп жүруге тырысайық достар. Мен өмірімде кола ішіп көрген жоқпын, және де сіздерге де ішпеуге мүлдем кеңес берер едім. Бір ішсеңіз, өйткені одан құтылуыңыз қиынырақ болады. Немесе 1-2 рет уже ішіп қойсаңыз, барынша тастауға тырысыңыз, ішпеуге тырысыңыз. Ол пайдалы ақпаратты кола ішіп жүрген достарыңызға таратып, каналыма тіркеліп, лайк басып жүріңіздер достар. Денсаулықтарыңыз мықты болсын, сау болыңыздар. Құрметті достар, ескерту: коланы ішпегендеріңіз жөн. Болашақтарыңызды, балаларыңызды ойласаңыздар, коланы ішпеңіздер. Бұл өлімге әкеледі. Коланың түбі өлім. Сондықтан да шын ниетмен сіздерге айтып отырмын, коланы мүлдем ішпегендеріңіз дұрыс. Босқа жарнамаға алданбаңыздар. Жарнама ол жай ғана сіздерді еліктіру үшін. Сондықтан да өздеріңізді ұстап, саналы түрде қарап, коланы ішпеңіздер. Болашақтарыңыз үшін.